Ел жаңалығы. Өткен жылдың қорытындысымен Шиелі аудандық соты аймақта үздік атанды. Сот төрелігін жүзеге асыруда мінсіз қызмет жасап, әділдікті асқақтатқан шиелік судьялардың жұмысы жайында келесі бейнематериалда. Бағзыдан Қарақылды қақ жарып, кез келген даудың ақ қарасын ажыратып, әділ төрелігін айтқан билердің ел ынтымағы мен бірлігін сақтауда атқарған рөлі зор. Қазақ тарихында есімдері ерекше орын алған Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билердің салған сара жолын қазіргі заманда сот судьялары жалғастырып келеді. Әділдіктің символы Фемида антын қабылдаған судьялар бүгінде заңның айнасы болуы тиіс. Жылдан жылға елімізде сот төрелігін жетілдіруде талап күшейіп келеді. Осындай қиында жүк ауыр салада абыроймен қызмет етіп келе жатқан Шиелі аудандық соты ұжымының мәртебесі биіктеп тұр. Былтыр олар облыс бойынша үздік атанып, республикада алдыңғы қатардан көрінді. Соттың қаралған істерінің көрсеткіштері негізге алынады. Бізде негізгі бағыт істердің қаралғаннан кейін сол қаралған шешімдердің, үкімдердің, қаулылардың бұзылмауы, өзгермеуі. Осы жақ негізге алады. Одан кейін бізде қазір ашықтық және де азаматтардың сот процесіне, соттың жұмысына қолжетімділік туралы бағыттарда жұмыстар бар. Мысалы, сот кабинеті арқылы арыздарды қабылдау, медиация арқылы іс қарау, және де дыбыс және бейне құралдарын пайдалану, сол критерийлердің барлығы негізге алып, солардың қорытындысы бойынша осы байқаудың комиссиясы өзінің қорытындысын шығарды. Жалпы аудандық сотпен жылқы жылында 116 қылмыстық іс қаралып, 125 адам заң алдында тиісті жазасын алды. Көрсеткіш алдыңғы жылдармен салыстырғанда сәл төмендеген. Ал азаматтық істер бойынша Фемида өкілдеріне арызданушылардың саны 417 іске артқан. Әсіресе банктен несие алып, қайтарудан жалтарып жүргендер мен неке бұзуға қатысты шағымдар көбейген. Сондай-ақ ауданда алаяқтық фактілері де тыйылмай тұр. Біреудің сеніміне кіріп, ақшасын қолды ететіндердің басым көпшілігі әйелдер дейді судьялар. 17 алаяқтық істің 14-ін әйел кісілер жасаған екен. Осы шоу жасап қараған кезімізде. Бұл жерде негізгі жасалынған алаяқтық қылмыстық істердің негізгі бөлігі біздің азаматтардың несін пайдаланып, банктен және несиелік қаржы ұйымдарынан несиеге ақша алып беремін деп алдып, ақшаларын алып кету, және де жұмысқа тұрғызып беремін деп ақшаларын алу фактілері көптеп кездесуде. Бірақ негізінен осы көп эпизодты істер, 11 эпизодты, 5 эпизодты, 7 эпизодты істер бойынша барлығы бойынша сот үкімі шығып, кінәлі адамдар, сотталушылар өздерінің тиісті жазаларын алды. Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ деген дана халқымыз. Қай кезеңде болмасын дау шешуде әділдіктің ақ туын желбіретіп, сот төрелігін жүзеге асыратын судьялар ары мен мәртебесін әрдайым биік ұстауы тиіс. Әділбек Жақанов, Ахан Елеев, Серік Қаражігітов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.